қоқыстың нөмір 44-ші балалар бақшасында бала оқыса дейтін жаңаша бір конкурсын өткіздік. Бұл конкурс негізінен пилоттық программада іске асырылып жатыр. Биыл алғашқы рет. Негізінен бұл жобаның ерекшелігі интеллектуалдық және ойын түрінде өткізілетін шаралардың бірі болып танылады. Яғни 8 станция қарастырылған. Сол 8 станция бойынша жаңағы 8 команда жүріп өтеді. Келесі жылы бұл шараны дәстүрлі түрде өткізетін боламыз. Келесі жылы ауданның балабақшаларын, тәрбиеленушілерін қамтитын болады. Аталмыш шара негізінен бұл жерде балалардың интеллектуалдық шығармашылық қабілеттерін айқындайтын логикалық ойлауға арналған тапсырмалар берілген болатындығын, сондай-ақ балалардың сахналық көрініске икемділігі, одан әрі тәрбиеленушілердің жалпы өзінің жас ерекшеліктеріне сай құрастырылған тапсырмалар берілген болады.